بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сізбен біз Құран оқып үйренейік сабағымыздың 11-ші кезекті дәрісін бастаймыз. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Құран білімдердің қайнары, берекенің өзегі, өмірдің барлық тақырыптарын қамтушы. Құрандағы Ан'ам сүресінің 38-ші аятында Алла Тағала: біз кітапта еш нәрсені қалдырмадық, бәрін жаздық дейді. Белгілі сахаба Ибн Масуд радияллаху анху осыған байланысты: Алла Құранда мүмкін болған барлық ілімді түсірді, және бізге барлық болмысты түсіндіріп берді деген болатын. Алла риза болған кітап фәни мен бақиды ретке келтіретін заңдарды, Алланың және адамның, адам мен адамның арасындағы құқықтарды анықтайтын аяттарды қамтыды. Яғни, жаратушы туралы түсініктер, оның сипаттары мен есімдері, жақсы көретін, ұнатпайтын істері, мейірімі мен жазасы Құран аяттарынан тыс қалмаған. Адам тіршілігінің бастауынан соңына дейінгі оқиғалар, періштелер, пайғамбарлар мен қоршаған орта, аспан әлемі, жұлдыздар, жер құпиясы, теңіздер, жан-жануарлар мен өсімдіктер туралы сырлар таң қалдырмасқа қоймайды. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам меккелік өмірі кезінде түскен аяттар Алланың бірлігі, яғни Аллаға серік қоспау, өлімнен кейінгі өмірге иман келтіру, жәннат пен тозақтың бар екендігі, барша жаратылыс Алланың барлығы мен ұлы құдіретін паш етіп тұратыны секілді тақырыптарды қамтыды. Ал мәдиналық кезең құлшылық, иман кемелдігі, әдеп, туыстық және жанұялық қарым-қатынастарды реттейтін аяттардан тұрды. Бақара сүресінің 233-ші аятында жаратушы ие, аналар өз балаларын толық 2 жыл емізеді. Емізуді ақырына жеткізуді қалағандар үшін мерзім осы. Ал оларды құпталғандай азықтандыру және кейіндіру әкенің міндеті дейді. Жарық дүниеге тілсіз, өзінің керегін сұрау мүмкіндігінен махрұм болып, шырылдап жылауды ғана білетін баланың қақысын ойлап қойған Алла неткен ұлы. Ал келесі бір аятта баласына қамқор болған ата-ананың қақысы айтылады. Әрі Раббың өзіңнен басқа ешкімге құлшылық етпеулеріңді және ата-анаға жақсылықты ықыласпен жасауларыңды бұйырды. Егер сенің қасыңда олардың біреуіне не екеуіне кәрілік жетсе, оларға ух деме, әрі оларға зекіме және оларға жылы сөз сөйле. Әрі оларға мейіріммен кішірейе қанатыңды иіп, Раббым мені кішкентайдан бағып, тәрбиелеп өсіргендеріндей оларға мейірім етте деп бұйрық береді. Құран аяттарында сауда-саттық мен ақша табу жолдары, қарыз алу, қарыз беру, мұраны бөлу мәселелері де қарастырылған. Алла Тағала Құранды адамдардың өмірін жеңілдету үшін жіберді. Құранның қағидасы: жеңілдету, бақытты ету, тозақтан құтқару, жәннатқа кіргізу және адамдар арасындағы мейірбандылықты арттырып, өзара сенімді күшейту. Өмірдің әрбір сәтінде пайда болатын сұрақтардың жауабы табылатын бұл сырлы сандықты ашып оқу әрбіріміздің міндетіміз. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ал енді жаңа сабағымызды бастамастан бұрын алдында өткен күрделі сабағымызды бір қайталап тағы бір пысықтап алайық. Одан кейін жаңа сабағымызға көшетін боламыз. Өткен сабақта біз харакаттар мен тануинге арналған жаттығуларды өткен болатынбыз. Харакаттар мен тануиндерден құралған әріптер сөздер болып біріккен болатын. Сол сөздерге байланысты мәтін жиынтығы келді бізге. Қазір шәкірттермен кезек-кезек осыны оқып көрсетеміз, пысықтап өтеміз. Құрметті көрермендер, сіздер де бізбен бірге қарап қадағалап отырыңыздар. Алмас? Әбәдән. Әбәдән, дұрыс, иә? Әхәдун. Дұрыс. Екі сөз секіріп өтеміз. Әмәра. Әмәра, дұрыс. Мен көрсетіп отырған сөз? Бәраротин. Бәраротин. Дұрыс. Келесі, одан кейін? Жа'ала. Жа'ала, дұрыс. Соңғы? Хашара. Хашара. Мына сөз? Хулиқо. Қайтадан?
خلق Холиқа, дұрыс. Келесі сөз. ذكر Келесі. رقبة Дұрыс. Одан кейінгі сөз. سرور Дұрыс. سفارة Дұрыс. Одан кейінгі сөз. صحفا Дұрыс. Айдос. طوان Туан. Дұрыс, иә. Туан. Одан кейін. عبس Дұрыс. Одан кейін үш сөз секіріп өтеміз. Бұл сөз. عنب عنبا Айнабан. Дұрыс. Одан кейінгі тұрған сөз. غبرة غبرة Дұрыс. Мынау қандай сөз? لمزة لمزة Дұрыс. Оның алдындағы сөз. لبدا لبدا Дұрыс. Оның алдында. كفوا Дұрыс. Сөзді оқимыз. قسم Дұрыс. Ең соңғы сөздің алдында тұрған сөз. همزة Жақсы. Одан кейінгі соңғы сөз. هدى Дұрыс. Тимур. Сөзді оқимыз. سرور Дұрыс. Оның үстінде тұрған сөз. بخيلة Дұрыс. Көрсетіп тұрған сөз. خلق Холиқа. Дұрыс. Мынау қандай сөз? طوان Жақсы. Мынау. وقبة Уақабе. Дұрыс. ولد Валада. Дұрыс. Жақсы. Жақсы қайталапсыңдар. Осы сабаққа байланысты маңызды нәрсе бар етін, ол әріптер жуан және жіңішке болып бөлінгеніне байланысты сөздер кейде жуан жіңішке әріптерден құралуы мүмкін. Тек ол жуан әріптерден тұрмайды, тек жіңішке әріптерден тұрмайды. Жуан және жіңішке әріптер кезек-кезек араласуы мүмкін. Сол үшін біз жуан әріптер келген кезде жуанды жуан ретінде, жіңішкені жіңішке ретінде оқуымыз керек болады, иә? Сол екі арасын шатастырмай оқитын болсақ, біздің оқыған сөздеріміздің мағынасы бұзылмайды. Мағынасы бұзылмайды. Жуанды бұзып оқып қоятын болсақ, немесе жіңішкені бұзып оқитын болсақ, онда сөздің мағынасы сол кезде-ақ бұзылып кетеді. Ол өз кезегінде ескеріп өткендей аяттың мағынасының бұзылуына алып келеді дедік. Сол секілді сабақтардың барлығында басында ескертіп отырған үш нәрсе бар. Ол нәрсеге тағы да баса назар аударыта отырып айта кетеміз. Бірінші, әріптердің таңбасы, әріптердің нүтір нүктесіне, үстінде астында келген нүктелеріне байланысты біз шатастырмауымыз керек. Екінші, әріптердің шығу орны, әріптерді дұрыс шығара білуіміз керек. Үшінші, әріптердің жуан және жіңішкелігі. Осы үш негізді біз баса назар аударып ұстап отыратын болсақ, онда оқып жатқан әріптеріміз, соған сәйкес сөздерімізде қате шықпауына осы жаттығуларымыз өзінің ықпалын тигізеді. Енді қазір жаңа сабағымызға көшетін болсақ, бүгінгі сабақта өте қысқа әрі нұсқа, аса бір қиындық әкелмейді. Бұл сабақта алдында өтіп кеткен харакат және тануин сабақтарының жалғасы іспетті. Сабақтың аты сукун деп аталады. Сукун дегеніміз жақшаның ішінде тұрған мына бір белгі. Домалақ, кейде сақина секілді домалақ белгі болып келеді, кейде жарты сақина секілді мынандай белгі болып келеді. Осы белгінің атын сукун дейді. Бұл енді қандай қызмет атқарады? Бұл сукун әріптің үстінде тұратын болса, ол әріптің үстінде харакат жоқ деген мағынаны береді. Харакат жоқ деген сөз, демек әріпке ә, и, у, немесе тануин, ән, ин, ун деген дыбыстар қосылмайды. Түсінікті ме? Алмас, сукун дегеніміз не деп айттық? Сукун әріптің үстінде келсе, харакат немесе тануин жоқ дегенді білдіреді. Харакат немесе тануин жоқ дегенді білдіреді. Дұрыс айтасың. Демек әріпті харакатсыз, тануинсіз оқимыз, әріптің өзін ғана оқимыз деген сөз. Дыбыстың өзі ғана шығады. Қазір оқылу тәртібін көрсетіп жіберемін. Мына жерде бізге алдымыздағы мәтінде тек екі әріптен құралған сөздер ғана беріліп тұр. Алдыңға әріп ә дыбысымен келіп тұрған харакатпен алифия белгілі. Одан кейін келіп тұрған жасылмен келген бә дыбысы, бә әрпі б деген дыбыс береді. Оған үстіне сукун қойылып тұр. Демек ол харакатсыз оқылады деген сөз. Тануин жоқ деген сөз, харакат жоқ деген сөз. Онда біз оны қалай оқиды екенбіз? Әб деп оқимыз. Әб. Б дыбысында тануин де жоқ, харакат та жоқ. Ешқандай дыбыс қосылмайды.
Аб. И дыбысымен келіп тұрған. Иб. Алиф. Иб болып оқылады, иә? Иб. Одан кейін у. Уб. Демек, қайталап өтетін болсақ, аб. Иб. Уб. Тақтаға қараймыз. Экранға. Аб. Иб. Уб. Мінекей, құрметті көрермендер, сукунның әріптің үстінде тұруы бізге осындай көрініспен оқылуды береді екен. Сіздер де бізбен қалыспай қадағалап отырыңыздар. Алғашқы бә әрпінің үстінде тұрған сукун белгісі осылай оқылады екен. Аб, иб, уб. Қайталаймыз. Аб, иб, уб. Одан кейін сукун белгісі та әрпінің үстінде тұр, иә? Ат, ит, ут. Ат, ит, ут. Әс, ит, ут. Қиын емес, ә, ешқандай. Одан кейін жим әрпі, иә? Жим әрпі, ж деген дыбыс береді. Жим әрпінің үстінде сукун белгісі тұр. Әж, иж, уж. Әж, иж, уж. Арғарай кім оқып бет алады? Тимур оқисың ба? Оқи. Қаны? Мынау әріп қандай еді? Ха әрпі үстінде сукун белгісі тұр, иә? Ха әрпінің үстінде сукун белгісі тұр деп айтамыз. Одан кейін алдындағы дыбыспен ха дыбысын, сукун белгісін қосып оқимыз. Қаны? Ах, дұрыс. Их, ух, дұрыс. Ха әрпінің шығу орнына мән беру керек осы жерде, иә? Себебі ха әрпіне ұқсайтын басқа да әріптер бар етін бізде. Сол үшін ха әрпінің өзінің орнымен шығаратын болсақ, ол қатесіз болып шығады. Келесі әріп қандай? Келесі әріп хо. Хо әрпі, дұрыс. Алифпен қосатын болсақ. Сукунды. Ах, их, ух. Өте дұрыс. Айдос. Келесі дәл әрпі. Әд, ид, уд. Дұрыс. Тағы бір қайталап оқып өтеміз. Әд, ид, уд. Өте дұрыс. Келесі дәл әрпі. Жіңішке дәл әрпі. Сукунды қойғанда. Әд, ид, уд. Дұрыс. Алмас, сенің кезегің. Мына жерде сукун белгісі қай әріптің үстінде тұр? Ұмытып тұрсың ба? Ро. Ро, дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Роның үстінде тұр, иә? Алифпен сукунды роны қосқан кезде қалай оқимыз? Ар, дұрыс. Дұрыс. Ир. Ур, дұрыс. Қайтадан? Ир, ур. Дұрыс. Келесі қай әріп еді? Бұл зә әрпі. Зә әрпі, дұрыс. Зә әрпінің үстінде сукун қойып тұрмыз. Аз, из, уз. Дұрыс. Келесі? Син әрпі. Син әрпінің үстіне сукунды қойғанда ас, ис, уз. Келесі әріп шин әрпі. Шин әрпінің үстіне сукунды қойғанда аш, иш, уш. Дұрыс. Айдос, келесі жазбада сукун сод әрпі. Сод әріп. Жуан әріпке жатады. Жуан әріп. Сукунмен оқыған кезде ас дейміз, иә? Ас. Дұрыс. Ис. Сотты жуан болғаннан кейін жуан ретінде шығаруымыз керек. Барынша өзінің орнымен жуан шығарып отырсымыз керек. Ис. Дұрыс. Ус. Дұрыс. Қайтадан басынан бастап оқып өт. Ас. Ис. Ус. Дұрыс. Келесі жуан әріп, дот әрпі. Сукунмен оқылғанда әуд. Дұрыс. Ид. Уд. Айталаймыз. Әуд. Ид. Уд. Енді қара осы жерде. Мына жерде оның үстінде дәл әрпі келген болатын, иә? Дәлдің сукунмен келгенін оқыдық біз. Әд, ид, уд деп.
дәл жіңішке болғандықтан оны жіңішке оқыдық, иә? Осы жердегі дәлдің жіңішкелігі мен мына жердегі лад әрпінің жуандығының арасында айырмашылықты байқауымыз керек, ескеруіміз керек. Әд, ид, уд болып оқылатын болса, мына жақта лад әрпіміз әд, ид, уд, ауызды толтырып, лад әрпін жуан шығып жатқанын білдіруіміз керек болады. Себебі дәл әрпі келген жерде біз лад әрпімен сөзді оқып жіберсек, тағы да қателескен боламыз. Керісінше, лад әрпі жуан оқылатын жерде, оны дәл әрпі қылып жіберетін болсақ, онда тағы да сөзіміз қате болады. Сол үшін біз қателік жібермеуден ескеруіміз керек. Қайтып оқимыз, кәні? Әд, Әд, ид, ид, уд. уд. Дұрыс. Кейінгі әріп, жуан әріп, то әріпі. то әрпі. Дұрыс айтасың? Сукунмен оқылғанда әт, 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 ит, ит. ит, Дұрыс. ут, 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 ут. Барынша жуан шығаруға тұрсымыз. Қайтадан, қайтала. әт, Әт, ит, ит, ут. ут. Одан кейінгі әріп, Бұл да жуан әріп, во әрпі. во әрпі. Сукунмен оқылғанда әз, 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 әз. Даусыңды жуан шығар, әріптіңде ол жуан шығуына өзінің септігін тигізеді. Әз, әз, әз. әз, Одан кейін ив, ив. ив, Дұрыс. уз, 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 уз. уз. Оның алдындағы зәл әрпін біз айтып өттік, е? Тағы да мына жақта зә әрпін айтып өттік. Олардың өзінің ерекшелігіне байланысты өзінің оқылу көрінісі бар. Жіңішке болғандықтан зәл әрпі әз деп оқылады, әз өте жіңішке шығады, болар болмас. З әрпі әз, әз деп оқылатын болса, оның ұқсасы, дыбыс жағынан ұқсасы во әрпі, иә? Әз, әз, ив, уз, иә? Соңғы екі жаттығуды алмас. Сен де қайталап оқып көр. Әт, Әт, ит, ит, ут, ут. Дұрыс, ары қарай. әв, Әв, ив, ив, уз, уз. Дұрыс. Тимур, сен қайталап оқып көр. Әт, Әт, ит, ит, ут, ут. Дұрыс. әз, Әв, ив, ив, уз. уз. Дұрыс. Рахмет. Бүгінгі өткен сабағымыз сукун деп аталды, иә? Соңғы сабақтың соңында қорыта кететін болсақ, сукун деген не мағынаны береді екен, Айдос, айтшы. Әріптің үстінде сукун тұрса, Ол әріпті қалай оқимыз? Ол әріпті харакатсыз және тәнуинсіз оқимыз. Тәнуинсіз оқимыз, дұрыс айтасың. Әріптің үстінде сукун тұр деген сөз, әріптің өзінің дыбысын ғана оқимыз. Мінекей, құрметті көрермендер, осы ретпен сукун әріптің үстінде келген жағдайда біз оны харакатсыз және тәнуинсіз оқимыз. Ол әріптің тағы да жуан немесе жіңішкелігі ескеріледі. Міндетті түрде осы нәрсені ескеріп отыруымыз керек. Әйтпесе, алдыңғы сабақтарда айтып жүргендей, әріптің қате оқылуын алып келеді, және ол сөздің қате оқылуын алып келеді өзінің кезегінде. Қазір енді сукун дыбысының әріптерге жалғанған кездегі жаттығуларға тоқталып өтеміз. Жаңа жекелеген әріптер бір-біріне қосылған кездегі сукунның белгісіне байланысты қалай оқылатынын оқыған болсақ, енді сукунды әріп сөздің ішінде қалай келеді? Сөздің ішінде келетін болса, біз оны қалай оқимыз? Біз алдыңғы сабақта әріптерден құралған сөздерді оқыған болатынбыз. Сол үшін де біз осы жерде оқитын сөздерімізде қиындық туғызбайды деген ойдамыз. Қазір сукунға арналған жаттығулар сөздің ішінде сукун келіп тұр. Мына сөздерден байқап тұрмыз, иә? Сөздің ішінде сукундар келіп тұр. Сукунды әріптер келіп тұр. Соған сәйкес сукунды қалай оқиды екенбіз? Кім бастайды? Әнті. Сосын нун әрпі, иә? Нун әрпі сукунмен келіп тұр, дұрыс айтасың. Әнті. Дұрыс. Әнті. Одан кейін ди. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Бәғду. Сукун белгісі сөз ортасындағы айн әрпінің үстінде келіп тұр. Сол үшін айнды харакатсыз, тәнуинсіз өзін ғана оқимыз. Бәғду. Демек, ол деген сөз сукун тұрған әріпке тоқтап барып, келесі әріпке көшеміз.
Немесе салмақ түсіріп барып келесі әріпке көшеміз. Бәду. Бәду. Дұрыс. Келесі сөз. Келесі сөз. Бәт. Та әрпінде тұр, иә? Бәт. Жаңа кездесті біздің алдында. Бәтшә. 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 Дұрыс. Келесі. Сә'я. Сә'я. Дұрыс. Сә'я. Дұрыс. Келесі. Кунту. Кунту. Дұрыс. Алмас. Келесі жаңа жолдағы бірінші сөз оқы. Холқан. Холқан. Ләм әрпі жіңішке. Оған сукун қосылған кезде ол жіңішкелігін өзгертпейді. Ләм әрпі сукунды, және ол жіңішке оқылу керек. Екі жағындағы әріп жуан. Олар жуан оқимыз да, ортасындағы әріпті жіңішке қыламыз. Қаны? Холқан. Холқан. Дұрыс. Келесі сөз. Сабхан. Сабхан. Дұрыс. Бәнің үстінде сукун тұр. Келесі. Сабқан. Сабқан. Дұрыс. Мына жерде алифтің үстінде хамза тұр. Алифтің үстінде хамза тұр. Алиф оқылмайды, тек хамзаны ғана оқимыз. Хамза сөзге өзгеріс кіргізеді дедік. Қазір оқып көрсетейін. Мынау шин әрпі, бізде. Шин әрпінің үстінде харакат тұр, белгі тұр, иә? Көлденең сызық. Ол ша деген белгіні береді, ша. Енді алифтің үстінде хамза, хамзаның үстінде сукун тұр. Сукун тұрғандықтан біз тоқтауымыз керек сол жерге. Тоқтап барып өтуіміз керек. Сонда біз оны ша деп оқимыз. Ша. Хамзаның бар екенін білдіруіміз керек. Ша, одан кейін нун әріпі тануинен кеп тұр. Нун. Қосқан кезде барлығын ол ша, нун. Ша, нун. Шиннан өтіп бара жатып, кілт тоқтаймыз да, ар жағында нунды оқимыз. Ша, нун. Ша, нун. Алмас? Ша, нун. Дұрыс. Айдос? Ша, нун. Дұрыс. Тимур? Ша, нун. Дұрыс. Осылайша оқып өтеміз, е? Ары қарай жалғастыра береміз. Алмас? Субхан. Субхан. Дұрыс. Келесі сөз. Добхан. Добхан. Дұрыс. Тимур, сенің кезегің? Ғул. Бән. Ғул. Бән. Дұрыс. Қандай? Фәслун. Фәслун. Сатты жуан шығарамыз. Сат жуан әріп қой. Фәслун. Саттың үстінде сукунды оқып тұрмыз. Фәслун. Дұрыс. Қад. Хан. Дұрыс. Қад. Хан. Қад. Хан. Дәл әріпі сукунмен кеп тұр жіңішке. Қад. Хан. Қад. Хан. Келесі сөз. Қад. Бән. Қад. Бән. Дат әріпі сукунмен кеп тұр, өзі жуан әріпі. Қад. Бән. Қад. Бән. Дұрыс. Келесі сөзде каф әрпіне алиф жалғанып, оның үстінде хамза, және оның үстінде сукун тұр, е? Алдындағы ша, нун деген сөзге ұқсас. Сипатта оқимыз. Ка-сан. Ка-сан. Дұрыс. Жарайсың. Келесі. Кад-хан. 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 Дәл сукунмен кеп тұр, е? Алмас, ары қарай. Ләфта. Дұрыс. Әмрин. Дұрыс. Бәрдан. Раның үстінде тұр, е, сукун? Бәрдан. Дұрыс. Jam'an. Дұрыс. Хаблун. Бәнің үстінде сукун тұр. Дұрыс. Хусрин. Сукунның синда тұрғанын білдіреміз. Синді шығарамыз, кәні? Хусрин. Дұрыс. Айдос, келесі жаңа сөзді баста. Оқы. Абдан. Дұрыс. Одан кейін. Аднин. Дәл әріпі жіңішке тағы да. Аднин. Дұрыс. Одан кейін. Ашрин. Дұрыс. Одан кейін. Асфин. Сат жуан. Жуан шығаруымыз керек. Асфин. Дұрыс. Ғорқан. Сукун ра әрпінде тұр, е? Ра әрпі жуан шығады. Ғорқан. Ғорқан. Дұрыс. Тимур?
Соңғы жолдың бірінші сөзін оқы. Лағуан. Дұрыс, иә, ортада тұрған мынау ғайн әрпі. Ғайн. Ғайн әрпі сукунмен келіп тұр. Лағуан. 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 Ғайынға тоқтап барып, келесі әріпке көшеміз, иә? Лағуан. Лағуан. Дұрыс. Келесіз? Мискун. Дұрыс. Мискун. Дұрыс. Нахлан. Нахлан. Дұрыс. Нахлан. Дұрыс. Келесі сөз? Наштон. Наштон. Дұрыс. Наштон. Наштон. Нафсин. Нафсин. Син. Тануин ғой, иә? Тануин. Екі сызық ин болып оқылады. Нафсин. Нафсин. Келесі сөз? Соңғы. Нақан. 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 Сукун қаф әрпінің үстінде тұр. Қаф. Жуан оқимыз, иә? Қафты жуан оқимыз. Неке, осымен бүгінгі сукунға арналған экранға шыққан жаттығу оқып өттік. Қазір алдарыңыздағы кітапты ашамыз. 11-ші дәрісті ашыңдар. Кәні алмас. Анта. Иди. Бa'ду. Дұрыс. Ша. Дұрыс. Я. Дұрыс. Kuntu. Дұрыс. Lasta. Дұрыс. Amrin. Дұрыс. Bardan. Дұрыс. Jam'an. Дұрыс. Hablun. Khusrin. Дұрыс. Үш жерден тоқта. Айдос. Келесі жолын жалғаймыз. Холқон. Холқон. Ортада ләм жіңішке дедік. Ләм жіңішке оқылады, соған сәйкес. Холқон. Холқан. Сабхан. Сабхан. Дұрыс. Сабқон. Сабқон. Дұрыс. Хамзамен келген сөз. Хамзамен. Шә'нун. Дұрыс. Жақсы. Субхан. Дұрыс. Добхан. Дұрыс. Жақсы. Абдан. Дұрыс. Аднин. Аднин. Дұрыс. Дәл әрпі жіңішке, иә? Аднин. Жіңішке оқимыз. Ашрин. Ашрин. Дұрыс. Асфин. Сад жуан әрпе жатады, иә? Жуан шығарамыз, тағы да. Асфин. Дұрыс. Ғорқон. Ғорқан. Дұрыс. Келесі жолдан. Тимур, арқарай. Ғулбан. Дұрыс, иә? Ләм әрпі сукунмен. Және ол жіңішке. Жіңішке оқимыз. Қайтадан оқып шық. Ғулбан. Дұрыс. Фаслун. Дұрыс. Фаслун. Қодхан. Дұрыс. Қодбан. Дұрыс. Сукунды хамзасы бар сөз. Кәсан. Кілт тоқтап, сосын келесі әріпке көшеміз, иә? Хамза келген кезде. Хамза сукунмен келген кезде әсіресе. Кәсан. Дұрыс. Кәдхан. Дұрыс. Кәдхан. Лағуан. Жақсы. Лағуан. Мискун. Дұрыс. Мискун. Нахлан. Әрпі дұрыс, иә? Нахлан. Наштон. Дұрыс. Наштон. Дұрыс. Нафсин. Дұрыс. Нафсин. Дұрыс. Нақан. Дұрыс. Нақан. Дұрыс. Жақсы. Жеңіл меңгеріп тұрсыңдар, жеңіл егердіңдер. Үйге осы өтілген мәтіндегі және жаңа 11-ші сабақты сукунмен келген сөздерді және осы мәтіннің ішіндегі топталған сөздерді ең кем 5 рет оқып келуге тапсырма. Мінекей, құрметті көрермендер, осымен біз Құран оқып үйренейік сабағымыздың келесі сукун деп аталатын дәрісін артқа тастадық. Бұл тағы да болса да Құранға бір қадам жақындауымыз болып есептеледі. Бірақ әлі де болса біз өтілген сабақтардағы мәтіндерді көбірек оқуға талмай
табандылық танытып, жаңағы жиі оқуға, жиі көз салуға мұқтажбыз. Барынша көбірек оқыған сайын соғұрлым келесі сабақтар бізге жеңіл түседі. Келесі сабақтарды оңай игеріп алуға мүмкіндіктер туындайды. Енді әлі де біздің өтетін қағида ережелеріміз бар. Алла тағала сіз бен біздерді сондай жаңа сабақтардың үстінде жолықтыруға өзі мейірімімен, кеңшілігімен нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق